Барлығыңызға сәлем достар, сіздермен Раяна. Бүгін сіздерге макулубе тағамының рецептімен бөлісемін. Түріктердің бұл тағамы көпшілігінің жүрегін жаулап, көңілінен шыққан болатын. Сіздер де жасап көріңіздер. Бізге қажет ингредиенттер: ет, күріш, көкөністерден сәбіз, картоп және де пияз. Қалауыңызша көкөністерді өзгерте беруге болады. Ең алдымен етті алып, видеода көрсетілгендей кесектеп турап шығамыз. Ендігі кезекте картопымызды алып, осындай дөңгелек қылып турап шығамыз. Оны қатты жұқа, қатты қалың емес, орташа көлемде турап шығамыз. Біз пиязды ең соңында салатын боламыз. Пиязды да осылай дөңгелектеп турап шығамыз. Сәбізді де дәл солай орташа қылып, қатты қалың, қатты жұқа емес, дөңгелек қылып турап шығамыз. Ең алдымен етті қуырамыз, қазанымызға сұйық май құямыз және де қыздырылған майға етті салып, жақсылап толықтай піскенше қуырамыз. Қарапайым күнделікті ет пісіріп жүргенде пісіреміз. Ең алдымен 5-10 минуттай қуырып аламын. Одан соң дәміне қарай тұз, бұрышын саламын және де кейін ыстық су құйып, қақпағын жауып, отын жайлатып 1,5-2 сағаттай пісіремін. Толықтай пісіп, жұп-жұмсақ болып шығу қажет. Ал етіміз пісіп жатқанша табаға сұйық май құйып, қатты қыздырып, осыған көкөністерді қуырып аламын. Әр көкөністерді бөлек-бөлек қуырып шығамыз. Ең алдымен сәбізді осылай қатты қыздырылған майға салып, екі жағынан қызартып қуырып аламыз. Ендігі кезекте екінші картопымызды саламыз. Оны да дәл солай екі жағынан қызартып қуырып аламыз. Күрішті алдын ала жуып алдым, кастрөлге кішкене сұйық май құйдым, жақсылап қыздырдым және де осы қызған майға күрішімізді де қуырып аламыз. Күрішке ешқандай су қоспаймыз, жай ғана осылай шамамен 5-10 минуттай күрішімізді орташа отта қуырамыз. Және де тұз салуларыңызды ұмытпаңыздар. Ал енді макулубені жинаймыз. Ол үшін бізге осындай қазан немесе кішкентай кастрөл қажет. Ең бірінші пиязды аламыз, оның үстіне піскен етті саламыз. Етті салып болған соң үстін қасықпен басып шығамыз. Одан соң қуырылған сәбізді саламыз, тұз саламыз.
Одан соң піскен картопты саламыз, дәміне қарай тұз саламыз және де қасықпен үстін басын қараймыз. Енді қуырылған күрішті саламыз, оның да үстін басып, тіпті керек болса қоңызбен басып, жақсылап тығыздаймыз. Өйткені шашылып қалмауы керек аударған кезде. Енді осы біздің қазанымыздың үстіне ыстық қайнаған су құямыз. Су күріштің бетін жауып тұруы керек. Шамамен жарты немесе 1 сантиметрдей жауып тұруы керек. Қазір менде орташа отта тұр, астын кішкене шығарамын, 30-40 минуттай пісіреміз. Біздің тамағымыз да дайын болды. Менің кейбір жаңағы отбасымның мүшелері айранмен жегенді ұнатпайды, тамаққа айран қосқанды ұнатпайды. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер, каналыма тіркелуді